Тікелей эфирде жаңалықтар. Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасының кардиологиялық орталығы 15 жылдық мерейтойын атап өтті. Мерекелік шаралар аясында облыс тұрғындары үшін ерекше мүмкіндік жолдамасыз тегін медициналық тексеруден өтуге және жетекші мамандардың кеңесін алуға болатын ашық есік күні ұйымдастырылды. Астана қаласы UMC жүрек орталығының кардиолог дәрігері Әсем Бауыржанқызы, аурухананың бірінші кардиология бөлімінің меңгерушісі, облыстың бас штаттан тыс кардиологы Гүлназ Темірбекова, қан-тамыр хирургы Мұқағали Мақатаев, кардиохирург Жеңісбек Сейдахметов және кардиолог Ғалымжан Қоразов бастаған жоғары білікті мамандар науқастардың жүрегіне ультрадыбыстық зерттеу жүргізіп, ашық есік күніне келген 40-қа жуық науқастың жүрегін ультрадыбыстық зерттеуден өткізіп, сырқаттарына сай дәрігерлік жеке кеңес берді. Көпбейінді облыстық аурухананың қарамағындағы кардиоорталықтың ашылуына 15 жыл толуына байланысты бүгінгі күнде облыс аймағында халыққа кардиологиялық жүрек қан-тамыр айналым жүйесі ауруларына қарау мақсатында бүгін ашық есік күнін жариялап жатырмыз. Облыстан көптеген науқастар келіп жатыр, қазір қаралып жатыр. Астана қаласынан мамандар келді. Бүгін жүрек УЗИ сердце түсіріліп, әрі қарай науқастардың мамандарға тиісті қажетті жүргізіп жатырмыз. Ол жердің ішінде кардиохирург, кардиолог, аритмолог, жүрек қан-тамыр хирургы, тағы да басқа мамандар бар. Халыққа ұнап жатыр деп ойлаймыз. Өте көп маман науқастар жиналып қалыпты. Шағымдары көпшілігі стенокардия, жүрек қан айналым жүйесіндегі ең ауқымды сырқаттың бірі ол жүрек стенокардия. Көп халық бұл сырқатты біле бермейді. Яғни әртүрлі сырқаттармен байланыстырады, асқазан ауруы, бронхиальный астма деп әртүрлі сырқаттармен ауыстырып отырады. Яғни бұл жерге келген кезде бірқатар шағымдар анықталып, науқастар әрі қарай тексерілуге жолданып жатыр. Алда келешекте бірқатар жұмыстар жүргізіледі деп ойлаймын. Бастапқы кезде науқастардың барлығы осы облыстық орталығындағы кардиоорталықтан өтеді. Қажет болған жағдайда науқастардың барлығын біз өзімізден үлкен қалалық республикалық орталықтарға жолдай аламыз. Яғни Алматы, Астана қалалары. Ашық есік күніне келген науқастардың бірі қала тұрғыны Нұрбек Дәуренбек. Ол 3 жылдан астам уақыттан бері жүрек қан тамырлары ауруымен күресіп келе жатыр. 45 жастағы Нұрбек облыстық ауруханада коронарографиялық ем алғаннан кейін білікті кардиологтардың тұрақты бақылауында. Нұрбек Дәуренбек ашық есік күннің ұйымдастырылуына ризашылығын білдіріп, осындай бастамалардың жүрек қан тамыр ауруларын ерте анықтау және олардың алдын алудағы маңызы зор екенін атап өтті. Бүгінгі республикаға танымал кардиологтар келіп, науқастарды қабылдап жатыр екен. Осы арнайлап келіп, тағы да бір жүрегімізді тексеріп көрінуді мақсат тұттық. Жүрек бұл жаңағы ең қауіпті аурулардың бірі. Біздің өзі экологиялық аймақ болғаннан кейін бізде жүрек қан тамырлары ауруларымен ауыратын науқастар көп. Сондықтан жүректеріңізді сақтаңыздар, өздеріңізді күтіңіздер, дәрігерге әрдайым міндетті түрде көрініп тұрыңыздар. Қарапайым халыққа әрине бұл қазір ақылы емханаларға барсақ 10 мың теңгеден басталады бір көрінудің өзі. Ал мемлекеттік мынандай республикадан келіп тегін жаңа ашық есік күнін өткізіп жатқанына біз қарапайым халық әрине қуаныштымыз, қуанамыз. Бұл жалғыз жылына бір рет емес, 2 рет емес, айына бір мәртеден өткізіп тұрса да, жиі өткізіп тұрса, бұл қара халыққа, бұқараға өте үлкен көмек болары анық. Жүрек қан тамыр аурулары өлім жітімнің негізгі себептерінің бірі екенін ескерсек, ашық есік күні облыс тұрғындарына сапалы медициналық көмектің қолжетімділігін арттырудағы маңызды қадам болды. Олжас Дәуіт, Нұрдәулет Ғалымжанұлы, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.